қандай мұғалімдерді көргіңіз келеді? Мұғалім мамандығы меніңше бұл өнер деп түсінемін. Біз неге өзгеруіміз керек? Қалай өзгеруіміз керек? Өте жақсы сұрақ, Серікгүл. Бұл біз заманына қарай адам дейді ғой. Сондықтан да біз өзгеруге мәжбүрміз. Біздің зет ұрпақтың да күтіп отырған педагогтары сондай. Ал енді академиялық адалдық деген қалай айтамыз? Қалай қалыптастырамыз біз оны? Біз әдебиетті оқытушылармыз, иә. Байнғали Ғалымжанұлы, қош келдіңіз. Ең әуелі сізге осы сұхбатқа келіскеніңіз үшін зор алғысымды білдіремін. Мұны мұғалімдерге деген қамқорлығыңыз деп түсінемін. Енді сізге мынандай сұрақ. Сіз бұған дейін бірнеше сұхбаттан бас тартыпсыз. Неге? Біріншіден, бүгін бір сәті түскен күн болуы мүмкін. Екіншіден, қазір сөйлей алатындар аз, сөйлей беретіндер көп. Сондықтан да сөйлей аламыз ба, негізгі ойды бере аламыз ба деген ойлардың да болған ақиқат. Сондықтан іштей пісіріп, не айтам, қандай сұрақтар болуы мүмкін, және қазір сұхбаттардың өте көп уақытында сол көп сұхбаттың бірі болып қалмаса екен деген ойлардың болғаны рас. Сондықтан да көп сұхбаттардан бас тартқанымды мойындаймын. Рахмет сізге. Сіз сол көп сұхбаттың бірі болдырмауға тырысамыз. Ендеше мынандай сұрақ келесі. Сіз педагогтарды оқытып жүрсіз. Осыншама уақыттың ішінде не түйдіңіз? Және қандай мұғалімдерді көргіңіз келеді? Мұғалім мамандығы меніңше бұл өнер деп түсінемін. Өнер мамандығы, мұғалім мамандығы келген адам кәдімгідей бір өнерді алып жүргендей сезінемін. Себебі тек қана педагогикалық университетті бітірген мамандар педагог бола салады дегенге мен келіспеймін. Жалпы педагог туа бітеді деген ұғымдамын. Сондықтан да мұғалімдердің арасында бәленбай жылдар жұмыс жасап келе жатқандықтан мен мұғалімдерді көп зерттедім. Соның ішінде ересек оқыту процесінде біліктілігін арттыру бағытында жұмыс жасап жүріп, кәсіби сайыстарда өте адал, өте білімді, жаны қарапайым ұстаздарды да көрдік. Сонымен қатар тек қана ұстаздың ішінде жүріп болмаса ұстаз бола алмаған ұстазды да көрген сәттеріміз бар. Кейде мен ойлаймын, пенсияға дейін педагог образында жүретін педагогтардың барын байқайсың. Сондай кезек және құласып қалатын сәттер болады. Негізінен педагогика бұл өнер, мұғалім туа бітеді. Мен соның ішінде адал, жан жүрегімен өз мамандығына берілген фанат ұстаздарды жақсы көремін және соларды көргім келеді. Қазіргі біздің зет ұрпақтың да күтіп отырған педагогтары сондай ақжарқын, бақытты, әділ мұғалімдерді күтіп отыр. Сондықтан да біздің барымызша педагогтардың шынайы және бақытты болуы аса маңызды деп санаймын. Біз мысалы балаларды оқытып жүріп үйренеміз біз, балалардан үйренетініміз болады. Сіз мұғалімдерді оқытып жүріп сондай бір үйренген нәрсеңіз болды ма? Осындай кәсіби маманға айналуда алдымдан өткен мұғалімдердің ықпалы өте көп болды. Мен біліктілік арттыру саласына 22 жасымда келген адаммын. Сол 22 жасымда педагогтарға не оқыттым деп қазір ойлаймын. Жастығы леп па, мына аудиторияға кіріп, үлкен тәжірибелі ұстаздарға не айттым, не үйреттім деген сұрақты мен қазір қойып көремін өзіме. Ал сол уақыттарда менің алдымда отырған сондай үлкен тәжірибелі педагогтар менің жастығымды, менің айтып жатқан дәрісімді, жасап жатқан жұмысымды олар қолдап отырды, демеп отырды. Кейде тіпті жазып алайын, осы жерде түртіп алайын, не деген керемет деген сияқты шабыттандырып отырғанын мен қазір түсінемін. Сондықтан да осы педагогикада ересектерді оқытып келе жатып, менің
тәжірибелі мұғалімдерден үйренгенім өте көп. Қазір жақсы маман болыпсың, жақсы педагогсың деген сөздерді айтып жатқанда, мен ол жерде сол кезден, жас кезімнен менің алдымнан дәріс алған педагогтардың ықпалы, солардың маған деген тілегі, маған деген құрметі, олардың тәжірибесі маған сабақ болды деп есептеймін. Сондықтан олардың үлесі мен үшін үлкен. Рахмет. Енді біз қазір жаңартылған білім беру мазмұны дейміз, сонда нені өзгерту мүмкін жаңартылған білім беру мазмұны? Мен қарасам, біздің білім беру жүйеміз әлі посткеңестік жүйеден арылмаған секілдіміз. Өйткені біз билікке бағынамыз, бізде еркіндік жоқ, тәуелдіміз, шаблонмен өмір сүреміз. Ал шетелде болғанда мектептердің екі түрлі мектеп бар, мемлекеттік мектеп болса да, олар біреуі билікке бағынады екен біздің білім беру жүйесі секілді, енді бірі олар қоғам басқарады екен. Екеуіндегі іс-әрекетті талдап келіп қарағанда, сонда мына қоғам басқаратын мектептің нәтижесі балалардың білім деңгейі үлкен екен, зор екен, яғни оларда еркіндік бар деген сөз. Сонда осы жаңартылған білім беру мазмұнын нені өзгерту керек бізде? Және біз неге өзгеруіміз керек, қалай өзгеруіміз керек? Өте жақсы сұрақ, Серікгүл. Бұл біз заманына қарай адам дейді ғой. Сондықтан да біз өзгеруге мәжбүрміз. Қазір не алға жүр, не жолдан шық деген принцип. Біздің қоғамда не алға жүрмейтін, не жолдан шықпайтын адамдар өте көп деп санаймын. Сондықтан да біздің процестің жақсы алға жылжымай жататынында да осының себебі бар. Сондықтан да жаңартылған білім беру мазмұны ойлауды өзгерту керек. Ең алдымен жаңартылған білім беру мазмұнының негізгі миссиясы білімді, алған білімін өмірде қолдана алуға негізделген. Функционалды сауаттылық. Иә, функционалды сауаттылыққа негізделген. Яғни біз кейде айтып жатамыз ғой, бала мектеп бітіреді, содан кейін өмірі басталады, жаңа қадам, жаңа жол деп жатамыз, иә. Бір соған дейін бала өмір сүрмегендей. Ал бала кішкентайынан өмір сүріп жатыр, ол мектепте де өмір сүріп жатыр. Біз кейде сол мектептегі өмірін өмір деп санамайтын сияқтымыз. Бәрін біз дайын күйінде береміз, түсіндіріп береміз. Мынадай бір сөз бар, түсіндіріліп берген білім ой туғызбайды дейді. Ал біз мектепте бәрін түсіндіріп беруіміз, біз жақсы сұрақтар қою арқылы, ой түрткі жасау арқылы, ойлауын дамыту арқылы өмір сүруге үйретуіміз керек деп ойлаймын. Ал жаңартылған білім беру мазмұнының негізгі астарында осы жатыр. Рахмет. Балаларға сыни ойлай алу керек дейміз ғой, сонда қошталған сіз айтыңыз, сыни ойлау ол дұрыс сұрақтан басталады деп. Кейде біз сұрақты да балаларға дұрыс қоймай жатамыз. Жаңа блумдық әдістемесі бойынша сұрақ қоюдың өзін сізден үйрендік қой, мысалы. Рахмет. Ал енді академиялық адалдық деген қалай айтыңыз? Қалай қалыптастырамыз біз оны? Біз әдебиетті оқытушыларымыз, тілді оқытушыларымыз қазақтың мәдениетін, әдебиетін, тарихын баланың бойына сіңіретін, оларды ұлтжанды қылып тәрбиелейтін негізінен біздің пән мұғалімдері. Сол кейде осы тәжірибеде келе жатып, адал бол, жалпы адамның бойындағы адалдық, жалпы шынайылық деген дүниелерді оқытып жатқан кезде, кейде менің ішімде қазіргі қоғамға қарап отырып күдік туады. Адал жүргендер кейде таяқ жеп жатады, өмірде жолы болмай жатады. Сол кезде тіпті қазір сенің балаға адалдық туралы айтып жатқаныңды бала кейде осы мәселені қаншалықты бізге қажеті бар. Біз өмір сүріп үйренсек болды, қалай қайткен күнде де деген позицияны жанарларынан оқуға болады. Кейде мына академиялық адалдыққа бәрібір қоғам дұрыс болу үшін, адамзат өзінің жағдаятынан шығып кетпес үшін әрине адалдық керек. Біз адалдыққа оқытуымыз керек. Бірақ кейде дәл қазіргі қоғамда сол әділ болған балалардың өмірде таяқ жеп жатқан сәттерін көрген кезде кәдімгідей жүрегің ауырады. Ал бәрібір адалдық жеңеді деп ойлаймын. Жалпы баланы кішкентайынан жақсы білім алуға және еңбекке үйренуге, біз адал еңбекке үйретуіміз аса маңызды. Біз енді бәрі де еңбек етіп жатқан сияқты қазіргі қоғамда. Бірақ қаншалықты адал
еңбекке, ақадал еңбекке, кісінің ақысын жемеуге, қиянат жасамауға деген ұғымдарды баланың мысалы ерте жастан отбасынан, мектептен осыны қалыптастыру аса маңызды. Біз кейде отбасынан деп мысалы мектеп әкімшілігі отбасынан көре салады, отбасы мектептен көреді деген сияқты қарама қайшы көзқарастар болып жатады. Негізінде екеуінің де орны, қазақта айтады ғой, ұяда не көрсең ұшқында соны ілесің деген. Ол отбасына тікелей байланысты. Ары қарай мектеп оны дамыту және мектеп мұғалімнің болмысы баланың санасында қалыптасады. Мұғалімі қандай болады, оқушы да сондай болады. Соны біз ұмытпауымыз керек. Сондықтан да академиялық адалдық деген дүние бұл өте маңызды дүние. Біз сонымен ғана жаңа қоғамды жасай аламыз. Иә, келісемін сізбен. Рахмет. Енді жаңа мұғалім туралы айттық қой, мынандай не. Бұрын біз мұғалім ақпаратты көп білсе, не деген білімді мұғалім дедік, иә? Мықты маман деп неттік. Ал енді қазір ақпараттар ағынына біз ілесе алмай жатырмыз. Секунд сайын өзгереді. Және ол барлығына қол жетімді. Мен білетін ақпаратты сыныптағы 20 бала алып келсе, олар менен көп алып келуі мүмкін, иә? Сол кезде қазіргі мұғалімнің, мысалы, Z ұрпақ, альфа ұрпақ деп айтып жатады ғой, сонда мұғалімнің рөлі қандай болу керек? Бұл жерде біз қазір интернет деген әлем бар, онда барлық ақпарат бар, ол кейде дұрыс ақпарат болуы мүмкін, кейде қате ақпарат болуы мүмкін. Дегенмен қазіргі білімді адам сол алып тұрған ақпаратты дұрыс түсіне алуы, екінші оны дұрыс қолдана алуы, және ақпараттарды талдай алуы, талдай отырып, содан ой түйе алуы аса маңызды. Біз мына жаңартылған білім беру мазмұны курсқа келген кезде Блум таксономиясы деген ұғым келді. Осы кезде біз осы сатылай біз білу түсіну деңгейінде жүргенімізді, бала білсе түсінсе болды деген позицияда сабақ бергенімізді түсініп жаттық, иә. Ал қазіргі уақытта жаңағы Z ұрпаққа олар ақпарат ағымы дәуірінде өмір сүріп жатқан ұрпақ ең бірінші алып отырған ақпаратының талдай алатын, қорыталатын, қорыталған дүниесіне өзі бағамдай алатын және сол бағамдаған бағытында жүре алатын ұрпақ жасауымыз керек. Мұғалім соған бағыттау керек. Мұғалім соған бағыттау керек. Рахмет. Ал сонда мұғалімнің бойында қандай тозбайтын құндылық болу керек? Мұғалімнің бойында. Енді қазір қандай мұғалім болу керек дегенде біз жан жақты болу керек, креативті болу керек, сыни ойлай алу керек деген сияқты бәрін мұғалімге жапсырып жатамыз, иә. Ал былай қарағанда өмірде мұғалім де адам ғой. Мұғалімде отбасы бар, тұрмысы бар, тіршілігі бар, бала шағасы бар деген сияқты. Ал қазіргі мұғалім меніңше мүмкіндігінше өзі болмысы, табиғаты таза, балаға махаббаты үлкен, және ең жақсы мұғалім деп ойлаймын мен, ойландыруға ықпал ететін, мына ойын қозғайтын, ойлануға үйрететін, ойлаған дүниесін қорытуға үйрететін педагог қазір аса маңызды. Бізге көп ақпаратты біліп, оны бірінен соң бірін айтып беретін мұғалімнен гөрі, бізге әрбір оқушыға түрткі жасап, дұрыс сұрақ қойып, дұрыс сұрақ қоя білу жарты білім деген. Сол сияқты дұрыс сұрақ қоя отырып, оқушының ойын дамытуға, ойлауын дамытуға, еркін ойлауына, сыни ойлауына, креативті ойлауына, шығармашылық ойлауына, логикалық ойлауына деген сияқты ойларына қарай дамытатын мүмкіндіктерді жасау, ол мұғалімнің қазіргі бірінші миссиясы болып тұр деп ойлаймын. Қанипа Бітібаева апайымыз не деген мықты болған деймін. Ол кісінің тапсырмаларының барлығы осындай ойландыру, ой тастау, одан кейін бағамдау, ең соңында бір өнім шығару, иә? Енді ол керемет әдіскер мұғалім ғой, керемет еңбектері бар. Ол кісі ойландыру мәселесіне өте назар аударды. Біз соны көре тұра, біз дәл соны қайталауға, соны жасауға үлгі ретінде алмай, біз түсіндіруге жүгіре беріппіз да. Жетелеген тазы түлкі алмайды дейді қазақ. Бұл жерде жаңа біздің ұстазымыз, Қанипа апайымыз, ол жетелеген жоқ. Ол сұрақты тастады, ойландырды, бағыттады, ары қарай бала өзінің, бала оқушының қиялында шек жоқ. Ал даналық таң қалудан басталады дейді. Егер сол іздеп отырып, ойланып отырып бір нәрсеге таң қалып отырса,
ол бір нәрселерге жетуі әбден мүмкін. Сондықтан біз ойландыру арқылы даналыққа таң қалдыруымыз аса маңызды. Дұрыс айтасыз. Біз 2012 жылы мына деңгейлік оқуға көштік қой. Соған дейін мен осы Бетваеваның технологиясы бойынша балалар топқа бөлетінбіз. Бірақ олар көшпелі емес, жүрмелі емес, жай үнемі қалыпты бір ғана топ болып отыратын. Ал енді курсқа келген кезде солай бөлді ғой, біз топқа бәріне бөлгенде мұғалімдер таңғалып жататын. Біз осылай топқа бөлсек жақсы екен. Ал ол кісінің постер деген болды ғой өкісте. Мысалы логикалық модель жасайтын біз, балалар шығып қорғайтын. Одан бізге постер жасатты деңгейлік оқу. Сонда ойлаймын, бәрі ол кісіде болған екен ғой деп. Иә, бұл мысалы деңгейлік оқу ту бағдарламасы тек қана шетелден келді деп айтуға болмайды. Ол шетелдік ғалымдардың идеяларын біз кейін Ахмет Байтұрсынов айтыпты ғой, мына жерде Мағжан Жұмабаев айтыпты ғой, мына жерде Аймауытов айтыпты ғой деген жаңағы сол шетелдік ғалымдардың айтқан ойының біздің қазақ ғұламаларының еңбектерінде жатқандығын біз кеш көріп жатқанымыз өкінішті. Кейін салыстырып жаттық. Мысалы бағалау туралы біз ой шетелдік ғалым айтқан екен деп жаттық, иә. Ал мысалы неде Мағжан Жұмабаевтың өзінде бағалауды қалай жасау керек? Бала баға үшін, бал үшін емес, білім үшін оқу керек екен. Ол кісілер өзінің еңбектерінде айтып кетті. Біздің бір кемшілігіміз соны тілді алмай жаттық. Теория жүзінде білдік, бірақ практикаға, тәжірибеге келген кезде біз соны қолдануда кеш қалып жаттық. Ал тағы да мына деңгейлік бағдарламаларды біз жоққа шығара алмаймыз. Олар бізге ой түрткі болды. Бізге тәжірибемізді қайта қарауға мүмкіндік берді. Санамыздың сілкінуіне, өзімізде не бар деп іздеуімізге ықпал етті. Сондықтан бұл дүниелер бір-біріне қатты ықпал етті ғой деп ойлаймын. Жаңа Мағжан Жұмабаевтың педагогикасында басқа жан-жануарлардың барлығы өмірге келе салысымен тері жүріп кетеді дейді. А мұғалім деп адам өте жай бейімделеді екен. Өйткені оның өмірге бейімделу үшін миында жаңа нейрондар пайда болады. Нейрон деген сөзді 100 жыл бұрын ол кісі жазған екен. Мен соны неткенде таң қалдым, өткенде естіген кезде. Мағжан Жұмабаевтың педагогикасында барлығы бар екен. Иә, Мағжан Жұмабаев тағы да мына бағалауға байланысты айтады. Бала молдадан таяқ жемесе ме екен деген бағытта оқымауы тиіс. Егер сөйтіп оқитын болса, онда бүкіл миында тұрған сана, жаңағы білімді алуға емес, таяқ жемеуге деген бағыты ауысып кетеді де, оның білімге деген күші жетпей қалып жатады дейді. Сондықтан да бұл өзі білу үшін ұмтылдыру өте маңызды екенін айтады. Қазіргі күнде жаңартылған білім беру мазмұнындағы. Біз әлі де қазір бағаны қойсақ та балға әлі де тәуелді болып жүрміз. Ата-аналар неше бал алдың, болмаса неше бал мұғалім неше бал қойдың деген сияқты мәселелер болып жатады. Негізі бізде мына түсінік өзгеру керек деп баладан сұраған кезде бүгінгі сабақта не үйрендің, қазақ тілде не үйрендің, әдебиетте не үйрендің деген сияқты сұрақ болған кезде бала не үйренгенін қорыту арқылы сабаққа не үшін барғанын түсінеді. Ал егер де 7 бал алдым, 9 бал алдым десе, бұрынғыдай 4 алдым, 5 алдым, бірақ оны не үшін алды, қалай алды, нені біліп алды деген дүниелерге кейде ой ұшқыр жетпей жатуы. Яғни біз кейде әлі баға мен бағалаудың айырмашылығын түсінбей жатамыз. Былай қарасаңыз, былай секілді қараңызшы, қазір біз 10 бал деп баға қоямыз ғой. Бағалау дегенде басында біз бағалауымыз керек. Мысалы, баланың жұмысын бағалауымыз керек. Тырыс, әлі еңбек етуің керек деген секілді. А біз жетпейміз қазір 10 бал, 5. Соны бұрынғы екеуі бірдей секілді. Бұрын біз 5, 4, 3 деп қойдық, қазір 10, 9, 8 деп екеуінің арасында айырмашылық жоқ секілді болып қалды. Негізінде мысалы критериалды бағалаудың Қазақстан білім жүйесіне кіру деген миссиясы ол бал үшін, баға үшін емес еді. Біліп тұрған материалын қай жерінде олқылығы бар, қай жерде ол толық түсінді, қай жерін әлі де жетілдіру керек деген ұғымды алу үшін жасалатын нәрсе ғой. Біз әлі бағадан жұлып балға келдік, енді балдың төңірегінен шыға алмай жүрміз. Баға мен бағалауды айырмай жүрміз ғой. Ата-ана да, бала да, мұғалім де барлық күш бал үшін, баға үшін емес, білім үшін салынып жатқан түсінген жағдайда ғана біз критериалды бағалауға жетеміз. Бала өзін бағалауды үйрену керек қой. Мысалы кейде оқушылар неге маған 7 бал, неге 8 емес деген сияқты айтып жатады. Ал сыныпта оқушылар бір-бірін бағалаған кезде оның дәл бағасын беру өте қиын екен, ол да сезіну керек. Және ол мәселе ол жерде оның балда неше бал алғанда емес, сол материалды қаншақты игергенде, қаншақты түсінгенде екенін
бала сол кезде түсінеді. Егер бірін бірі бағалап, және бірін бірі бағалаудың бір жақсы жері, біз әлі де мұғалімдер бермей жүр бағалауды өз қолдарынан. Ал бір бірін бағалаған кезде оқушы екінші баланың жұмысын қарап отырып мынаны түсінеді. Мынаны былай жасауға болады екен ғой. Өзі. Мына сөйлемді былай беруге болады екен ғой. Мына сөйлемді былай ойнатуға болады екен ғой деген сияқты өз қатарлас баланың жұмысын қарап отырып білімін толықтыруға ықпал етеді. Сондықтан өзара бағалау деген қазіргі процестегі бұл аса маңызды дүние. Топпен жұмыс береміз. Мысалы, тапсырманы орындадық, жұппен, үштік одақ, топпен. Топпен жұмыстан бұрын бағалап жүрдік қой біз. Сонда оның қалай бағалау керек, мен курсқа барғанда сізден түсіндім ғой. Топтың ішіндегі барлық негізгі қызмет жалпы білімді талқылау ғой. Бұл жердегі миссия білім талқылау. Бұл жерде баға алу емес. Бұл жерде ақпаратты талқылау, бір-біріне түсіндіру, Vygotsky'дің жада теориясын, жас ерекшелігі бір-біріне жақын оқушылар бір-біріне түсіндіргенде бұл өте түсінікті болады. Топтық жұмыстың миссиясы сол. Ал біз топтастырып аламыз, содан кейін оны әрқайсысын бағалаймыз. Оның ішінде біреудің ықпалынан біреу өтіп кетіп жатады. Болмаса жақсы оқитын мына идеяларды берген бала төмен бағаланып қалып жатса, ол ренжиді. Бір бағаның тартысы болып кетеді. Сөйтеді. Ал бұл жерде біз оның бағаның миссиясы оның білімді талқылау, ақпаратты талқылау, бір-біріне түсіндіру миссиясы. Одан кейін бұл ұжымдық жұмыс жасауға, бір-бірін тыңдауға, қарым-қатынас жасауға, білмеген сұрауға итермелейтін момент. Ал бұл жерде көбіне жаңағыдай тартыс болып жатады, шу болып кетеді. Одан да ары қарай келесі тапсырманы бере салайын деген сияқты позицияға барамыз. Кейбір мұғалімдер топ басшысына беріп қояды, ол бағалап отырады ғой. Қалай бағалап отыр? Өйткені мынау жұмыс істеді, бұл жұмыс істемеді. Бала өзінің балаларын бүйтіп солай шала бағалап жатады ғой. Сонда бұрын оқушы мұғалімге тәуелді болды, неше қояды деп. Енді топ басшысына тәуелді болып отыр. Сонда бұл балада біз қысым, жаңағы еркін форматқа бара алмайтын, үнемі біреудің көзқарасымен өмір сүруге үйретіп тастайтындығымызды. Біздің өзіміз солаймыз ғой әлі. Біз әлі өзіміз солай тәуелдіміз ғой. Мына жекеменшік мектептерді мен көп қарадым, сол кезде былай екен, олар құрылтайшыларға бағынады. Құрылтайшылар стандарттан бөлек өздері өзгеріс енгізуге болады екен. Мұғалімдердің де еркіндік бар екен. Бізде ондай жоқ қой. Бізде мысалы баға бал деген санада тұрады да. Ал бізге мынадай нәрсені кіргізу керек. Білім мүмкіндік, білім шанс. Бала баға үшін емес, білім мен үшін мүмкіндік. Енді қараңызшы, қазір 21-ші ғасыр, технологиялар дамыған заман дейміз, сонда мұғалімнің орнын технология алмастыра ала ма? Біздің жаңағы кіріп шығып жүрген, жаттанды білімді үйретіп жүрген мұғалімдерді басуы мүмкін. Ал рухани бай, рухани деңгейі жоғары, педагог болып туылған, жаны педагогты ешбір технология алмастыра алмайды. Мен мына тәжірибелерде зерттеген кезде қағазы, документациясы керемет мұғалімдер бар, құжаттар. Бірақ сабақ емес. Кейбір мұғалімдер бар, фанат сабағына кіргенде ол бүкіл әлемді ұмытып кетіп тұрып сабақ береді. Оқушының әлеміне дейін шарықтайды. Бірақ қағазға сабақ. Ал ондай мұғалімдер әлі де модератордың, сарапшының деңгейінде жүріп жатады. Сондықтан да мына алмастыра ала ма, алмай ма деген сұрақтың төңірегінде әрине жағдай робот мұғалімдер алмастыруы мүмкін. Жасанды интеллект қазіргі шығып жатқан. Ал рухани бай мұғалімді ешқашан алмастыра алмайды. Мен соған келсем, өйткені жасанды интеллект робот дейді ғой, жұмыс күшін алмастыруы мүмкін. Жұмысты. Мұғалім секілді тапсырма беріп, түсіндіріп беруі мүмкін. Бір запись тұр, оны қайталап ақыр баланың санасына жеткізуі мүмкін. Ал жүрекпен жеткізеді. Сабаққа жүрегін салатын педагог. Балаға жаны ашитын мейірімі бар. Мұғалім сондай мейірімді роботтар жасан бере алмайды олар. Мен өткенде бір кісілердің сұхбатын тыңдап отырып, сонда ана кісі айтып жатыр, мен мектеп таңдағанда басқа ата-аналар былай таңдады дейді. Мынау заманауи мектеп, бұл мектептің материалды базасы өте күшті, мұғалімдері мықты деп солай таңдады дейді. Мен олай таңдамадым дейді. Мен таңдадым, қай мұғалімнің мейірімді, адамгершілігі зор, ертең менің баламның маңдайына сипап мейірім көрсететін мұғалім бар ма деп мен соны іздедім. Мен сондай ата-ананы бірінші рет көріп таңғалдым. Біз расында ана жағына кетеміз ғой.
заманауи мектеп деп, ол да бірақ әрине оның да рөлі бар. педагогтың басты ерекшелігі бұл адам тәрбиелеушілер ғой. Біз ағаш жонушы емеспіз, темір қасаушы, тас қасаушы емеспіз. Біз адам тәрбиелеушілерміз. Ал адамды тәрбиелеудің жолы сөз емес. Ол сенің болмысың, ол сенің табиғатың, ол сенің жүрегің, ол сенің балаға деген махаббатың. Келесі сұрақ. Жалпы сіздің өзіңіздің өмір сүрудегі қағидаңыз қандай? Қандай қағидамен жүрсіз? Менің қағидам қиындатпа. Біз Қиындатпа. оңай нәрсені қиындатып аламыз. Иә, мен мысалы мұғалім не үшін керек деген сұрақты ойлаған кезде, мұғалім ауыр нәрсені жеңілдетіп беруші адам екен. Ал біз теорияны күрделендіреміз, қиын қылып береміз. Содан кейін түсіндіңіздер ме деп сұраймыз. Олар түсінбесе, біз өзіміз кәдімгі мықтылығымыздан айтып тұрғандай кейде сезініп қаламыз. Ал негізгі мұғалім қызметі қаншалықты келесі 21-ші ғасырда мұғалім не үшін қажет деген сұрақты қояды бала. Ақпарат тұр, жасанды интеллектілер бар, мұғалімнің қажеті қанша деген. Ал мұғалімнің негізгі қызметі ауыр нәрсені жеңілдетіп беру. Сондықтан да менің қағидам қиындатпа. Кез келген мысалы жұмыс барысында болсын, кейбір мәселелер болсын, егер қиындататын болсаң, адамда түсінбеу басталады. Түсінбеу басталған кезде адамның нервісі орнында болмайды. Жүйкесі жұқара бастайды түсінбегенсің. Ал жүйкесі жұқарғаннан кейін табысқа жетпейсің. Ал жеңілдетіп беретін болса, ол түсініп алса, оны жасап көреді. Жасағаннан кейін оған қызығушылық оянады. Қызығушылық оянған кейін ол тағы да армандарын қоса отырып, мақсатқа жетуге мүмкіндіктері көбейеді деп ойлаймын. Сондықтан қағида, мендегі қағида, басты қағида қиындатпау. Негізі барлығымыздың қағидамыз сондай болу керек, қиындатпау керек, барлығын. Енді сіздің кейде статустарыңызды қарап жүреміз ғой, сонда сізде мынандай не бар. Көкірегі соқырға ешкімнің де, ештеңенің де қадірі жоқ дейсіз. Неге? Ол енді қазір қоғамда неше түрлі адаммен бетпе-бет кездесіп жатырмыз. Ол тіпті білім саласында болсын, мен енді басқа саланы айтпай ақ қояйын. Өзім білім саласында қолдан жасалған басшылар, қолдан жасалған әкімшілік, тамыр таныстықпен келген адамдар кейде шын талантты, болмысы бөлек педагогтарды жоғалтып жатқанда, соларды бағаламай жатқанда кәдімгідей жүрегім ауырып қалады. 40 жыл баламен еңбек етіп, бір сабағындағы жүректен төгіліп жатқан білімін, өнерін баланың бойына құйып жатқан педагогтар кейде 40 жыл жасап ескерусіз кетіп жатқан кезде кәдімгідей жүрегім ауырады. Ал оның қасында кейбір халтурщиктер дейміз ғой, олар марапатқа да ие болып жатады, құрметке де ие болып жатады, қызметке де ие болып жатады. Солардың кейде қарап отырып, жаңағыдай нәрсеге жетіп алғаннан кейін айналасын таптап жатқан кезде жүректің толқуынан, ауруынан туған сөз ғой. Көкірегі соқырға ешкімнің де ештеңенде қадірі жоқ деген бір өкініп тұрған кездегі жазылған сөз еді. Дұрыс айтасыз, бізде бір бұрынғы мектебімізде Марал Мырзағұлова деген мұғалім болған. Ең мықты оқушылар сол кісіден шығады, бірақ пенсияға шыққанша бірде-бір марапат болмады. Қашан барсаңыз түгел нәрсе тықыдай болатын. Ең соңында ол кісіге крот деген ат қойған ғой. Ана код шыққан секілді бәрін өзі ақырын істей берген ғой, ешкімге жарияламайды. Енді бір комиссия ол кабинеттің тексергенде түгел нәрсе тықыдай болып шыққан ғой. Рас қой, сондай кісілер көп. Әрине. Бағаланбай жүрген кісілер көп. Иә, бағаланбай жүрген. Шын туайтын өзінің сол мамандығына берілген фанаттар көзге түспей жатқандары көп. Таулар биікпін деп айғайламайды деген сол ғой. Ақырын ғана өтіп жұмыстарын істейді. Кейбір мұғалімдер болады ғой, бір сұсты мұғалімдер, қатал, ана балаларды қойып мұғалім өзі қорқып кетеді. Кейде сондай мұғалімдерден. Сондай бір павлодар бір мұғалім айтатын, бір тренер тағдасы секілді. Сіздің көңіл күйіңіз жоқ па, сіз ауырып тұрсыз ба, сіз кабинетке кірдіңіз бе, алдыңыздағы балаға барлық мейіріміңізді төгуіңіз керек, сіз өзіңіздің мұғалім екеніңізді мойындауыңыз керек. Бұған не айтасың сен? Жалпы фанат бар ғой, мысалы фанат адам
ауырып тұрғанын ұмытып кетеді. Иә. Сабаққа кіргенде, Мгм. мысалы, ол қай жері ауырып тұр, жаңа оған дейін қандай ситуацияда болды деген дүниелердің бәрін ұмытып кетеді. Ол себебі фанат. Ол сабаққа кіргенде тіріледі. Фанат адам, өзінің мамандығын сүйетін адам, ол сабақ процесіне келген кезде бүкіл әлемді ұмытады. Сонысымен ол ерекше мұғалім, сонысымен ол тұстас. Бірақ енді жақсы мұғалімдер бар екенін Өте көп, иә. жақсы мойындаймыз. Иә. Керемет данышпан бола тұра өте қарапайым мұғалімдер өте көп, иә. Жалпы бағалау жүйесін біз айттық, бағалау жүйесіне көңіліңіз толмайтын болды сонда. Бағалау, критериалды бағалаудың келгені дұрыс деп есептеймін. Бірақ ол біздің Қазақстанның практикасында 100% деп кірді. Біз білім үшін оқуға кірістік деп айта алмаймын. Екіншіден, мысалы өткен жолы 25-інде аяқтаймыз ба мамырдың, жоқ 31-інде аяқтаймыз ба деген мәселе туындаған кезде де менің көзқарасым мынадай болды да, біз бірінші сабақтың оқу мақсаттарымен дұрыс жұмыс жасауға, мұғалім не үйретіп тұрғанын, нені білу керек екен, Блум таксономиясының қолдану болса қолдану, талдау болса талдау, жинақтау болса жинақтау, бағалау болса бағалау деңгейінде сабақты дұрыс құрастырып, дұрыс беруге дағдыланған, ең болмағанда 50% дағдыланған жағдайда, мұнда біздер оқу жылын ұзартуға болады деп ойлаймын. Енді біз жаңа нені айтаттық қой, ең төмен аз балл алған балалар мұғалімге барып жүр дедік. Сондықтан бізде кейде бар ғой, мынандай жағдай болады да, менде мектепте нашарлап оқыды, иә, бала. Мүмкін ол сол жердегі атмосфера, сол жердегі орта, сол жердегі мұғалім, сол кездегі отбасылық әлеуметтік жағдай әсер еткен болуы мүмкін. Кейде адам ашылады. Кейде адам университетке түскен кезде, басқа бір қалаға, басқа бір ортаға келгенде, оның бойындағы кейбір қабілеттер ашылуы мүмкін. Оның мектепте түсінбей қалған кейбір тұстарын ол кейін түсініп жатуы мүмкін. Сондықтан да мен кейде мынау нашар оқыды мектепте, бұл қалай мұғалім болды деген көзқарасты да абайлау керек деп ойлаймын. Кейде адам өндіріске келген кезде, іске керек, кейде қызыл дипломға бітірген, мектепте алтын медальға бітіргендердің барлығы керемет маман болып жатыр дегенге мен сенбеймін. Дегенмен жаңағыдай мектепте көрінбеген, сәл төмендеу болып көрініп қалған, 3-тің, 4-тің деңгейінде жүрген баланың кейде ашылып, кейде қатарластарын қуып жететін мүмкіндігі болып жататынын да байқаймын да. Сондықтан да барлығы 3-ке оқығандардың барлығы түсіп алды деген жағдаяттан да кішкентай саралау керек деп ойлаймын. Мен өткен тағы бір жерден оқыдым, бала 10 сынып бітіреді ғой, содан кейін олар дереу университетке бармайды екен. Олар әлемді аралайды екен шетелде. Содан кейін өзі қандай нәрсеге бейім, сол бойынша университетке барады екен. Мұғалім болатындар олар алдымен білім министрлігіне барады екен. Сонда жұмысқа тұрады екен. Содан кейін олар өздері оқытады екен. Егер мына бала мұғалім бола алады десе, өздері оқытады екен, келген жұмысын тауып береді екен. Ол да бір жақсы нәрсе екен, иә? Әрине, ол бізде қалай мектепті бітіре сала бірден мамандықтан кетеміз ғой. Ата-анасы да солай. Оң солын әлі таныған жоқ, өзіне не керегін әлі біле алмай жатыр. Грант болса болды, содан кейін жаңа нені қалайды ғой қарамаймыз. Көбіне ата-ананың орындалмай қалған армандарын орындау үшін ата-ана өз идеясын балаға тықпалап жүріп, сол салаға алып келетін жағдайлар бар. Негізі әрбір адам ол бөлек әлем. Ол неше жерден сіздің балаңыз бола берсін, оның әлемі бөлек. Сондықтан да ол таңдауды өз жасауы керек. Біз мүмкін бұл нәрсені ерте жастан мамандыққа, тіпті 6-7 класстан бастап, қандай мамандықтар, тірі мамандықтар, енді болашақта 50 жылда қандай мамандықтар шығады деген ақпараттарды кеңінен беруіміз керек шығар. Қандай мамандықтар өлі мамандықтарға айналып кетеді, енді ол 5 жылдан кейін ол мамандықтың қажеттілігі болмайды деген статистиканы қарап отырып, болашақ тірі мамандықтар мен өлі мамандықтарды ажырату оқушыға мүмкін көптен пайдасын тигізеді. Дәл бүгінгі жаңалығымыз 5 жыл емес, 6 ай келгенде ол жарамай, жаңалық болмай қалуы мүмкін. Мысалы, біздің педагогикада болды ғой, мысалы, кейбір пәндер болды, мысалы, өзін-өзі танып пәні. Оны жұрттар бәрі оқыды, тіпті магистратурасына түсіп алды, докторантурасын оқиын деп талпынды. Одан кейін келді, ол пән мүлдем қолданыстан шықты. Сондай кезде біздің мұғалімдеріміздің орнын ұстап қалуы, мектепте қалмауы деген қауіп болып қалды. Сондықтан да бізде мамандық мәселесінде бізге көп болашақ мамандық
бізге келеді, қандай мамандар келеді дегенде. Қазір енді ең сұранысқа ие мамандық IT мамандығы болып тұр ғой қазір. Бір кездері мысалы заңгерлер көбейді. Бір кездерде мысалы дәрігерлер көбейді деген сөз. Қазір айтишниктер көбейіп жатыр, иә. Сонда адам өзін сіз айтпақшы жаңағы заманына қарай өзгеріп отыру керек, жан жақты болу керек, иә, ізденіп отыру керек. Содан мында мен тағы бір не аттестацияның кезінде эссе жазады ғой мұғалімдер, бірақ ол бағаланбайды дейді. Керісінше маған сол эссесі бағалану керек секілді мұғалімнің, ана портфолиосы емес. Өйткені эссе жазған кезде ол мұғалімнің болмысын көреді ғой. Ішкі әлемін көресің. Жалпы эссе деген жан дүниеңді қопару, иә. Ал ол бағаланбайды. Бұл да күмәнді нәрсе. Мысалы, бізге документтерді жинап қойған мұғалімнен гөрі, бізге ішкі әлемін қопарып отырып педагогиканың кейбір мәселелерін ортаға сала алатын, бізде қай бағыттарды жетілдіру керек, қай бағыттарды әлі де біз білуіміз керек деген бағытты көретін, жалпы мұғалімнің пайымын, түсінігін көруге бірден бір себепші осы эссе. Бірақ оның бағаланбай тұрған әрине. Сол бағалану керек меніңше. Мен де соны қолдаймын. Өйткені кейде басқа бір шетелдерде былай екен, балалар мектепте өте жақсы оқитын балалар ана эссе жазып түседі екен. Сонда олар жаза алмайды екен. А жаңағы өзіңіз айтпақшы, жаңағы жай жүрген оқушылар олар керемет қылып жазып береді екен. Сонда олар неге түсіп кетеді екен оқу орнына. Сонда мен ойладым, неге мұғалімдердің эссесі бағаланбайды? Керісінше ол бағалану керек қой. Ең бірінші орында тұру керек қой деп ойладым мен. Ешкімнен көшіре алмайды. Ешкім қанша жерден көшіріп келген дүние ол білініп тұрады. Біз мұғалімде пайым жоқ екенін бірден көрер едік. Ал портфолио деген дүние ол қандай құжатты қалай келіп жатқанын қазір бұл жерде айтпасаң да мұғалімдер іштей біліп отыр, иә. Қалай кетіп жатыр, қалай алып жатыр деген дүние ол. Мен кейде айтады ғой, мысалы қазір не көп? Магистрлер көп, ғылым магистрлер, докторанттар көп. А бірақ солардың ашып жатқан жаңалықтары қайда екен деймін. Бізде Марал Марал апай білесіз ғой, Ниязова Марал. Ол кісі ғылыми жобаға дайындайды, сонда айтады ол кісі, ғылыми жоба дегеніміз ол бір жаңалық болып, мысалы сіздің мына қорған ғылыми жұмысыңыз, оны сол ортада қолдану керек қой дейді, сол жаңалық болып нету керек қой, ондай жоқ қой дейді. Екінің бірі магистр ғой қазір, қайсыңыз? Қазір енді шын ғылымды таңдап барған адамдар бар, иә. Жаңағы кейде мұғалімдердің ішінде тағы да жаңағы доплата қосылады екен, үстіне ақы қосылады екен. Қазіргі немесе сондай болып тұр ғой. Деген позициямен барғандар да бар. Енді ондай позициямен барғандардан үміт күту қажет пе, қажет емес пе, оны оқырман өзі біледі, иә. Сондықтан да мына жалпы оқысын, білсін, бірақ мына ғылыми жобалардың да бізге қайта қарау керек деп ойлаймын, ғылыми жобаларды. Себебі ана бастауыш сыныптан бастап ғылыми жобаға қатыстыру деген, ол қазір балалар біліп жатқан жоқ, плагиат көшіріп жазып жатыр. Кейде мен сол әділқазылыққа барған кезде, сол бала қайдан алып тұр, дерек көзін біліп тұр ма деген кезде барлығы сол интернеттен алдым. Ол кімдікі десең, білмеймін, интернет, дерек көздердің бәрі интернет. Бірақ оның ар жағында авторы кім, ол қай кітаптан, ол қай ғалымның көзқарасы деген дүниелерді саралап жатқан жоқ. Сондықтан да мүмкін осы жобалар, ғылыми деген дүниенің форматын жаңағы ұйымдастыруын, қатысатын оқушылар саралауын мүмкін дұрыстау керек. Сонда егер де біз мектеп жасынан оқушыларға плагиатқа үйретіп тастайтын болсақ, онда ол ертең ересек болған кезде де ол плагиат деген ұрлық қой. Ол біздің қоғамды шатыстыруы мүмкін. Біреудің еңбегін біреу деп, біреудің еңбегін басқаға танып, ең соңында ұрпақ мына ойдың кімдігі екенін білмей ажырап. Мысалы интернет ашып барсаң, бір сөзді, қанат сөзі біреу Әл-Фарабидікі деп тұрады, біресе Ахмет Байтұрсыновтікі деп тұрады. Осыны өзің шатыса бастайсың. Біреуің Шәкәрімдікі деп жүргенде, біреу Сұлтан Махмұттікі деп жүр. Сондықтан да осы ғылыми жобалардың осы дұрыс жолға қойылмағандығынан болып тұр. Біз оны сабақтың үстінде оларды ғылыми неге дайындауымыз керек қой, әрбір сабақ барысында мысалы. Енді ол ғылыми неге дайындауда мен ойлаймын. Біз бұрын проектлік жоба деген болды ғой бізде. Магистр, докторантура, қазір мектепте бар еді, PhD докторлар. Бұлар мысалы кішкентайынан, мектеп жасынан оқушыларды ғылымға үйретсе, ғылымның баспалдағына үйретсе, плагиат жасауға болмайтындығын, әрбір нәрсенің сілтемесін дұрыс көрсету. Кейде жобаға келіп тұрады, сілтемедегі не десең білмейді. Мына қойып қойыпсың, мынандай цифрлар, бұл не десең білмейді. Сосын ең соңында мұғалім маған беріп еді, мен соны жаттап айтып тұрмын деген жағдайға келеді. Бізде Павлодарда кейбір мектептердің бәрінде бір ғалымдар болды ғой деймін.
олар солар өздері ғылыми жобаға өздері тақырып беріп кәдімгідей дайындайтын. Ол солай ғалымдар мектеп жасынан кәдімгі ғылымның баспалдағын қабауы тиіс. Иә. Бізде ғылыми жобалар сайыстар көп деп болып жатады, а бірақ қазір мына ғалымдарға көп көңіл бөлінбейді ғой бізде. Қаншама ғалымдар бар, ғалымдар бар. Сонда мынандай сұрақ, ғылым мен білімнің пайдасы не егер мықтылардың көбі жалаң аяқ жалаңбас жүрсе? Ғалымдарға көңіл бөлінбейді ғой бізде. Ол енді мысалы қазір мектепте жүрген кейбір ғалымдарды білемін, мектеп әкімшілігі таптап тастаған. Ғалым екенін кәдімгідей мойындамайтын. Ол ана мәдениетімен, парасатымен үндемей қалса, оны жеңдім дейтін. Мен оның аузын жаптым, ол мен сөйлетпедім деген жағдаятта жүрген адамдар бар. Кейде жаның ашып кетеді. Жаңағыдай шын ғалымдарға ол ойлайды ғой, енді бұған түсіндіріп жатудың қажеті қанша, түсінбейтін адам екенін көріп тұр ғой. Ал оны ойлайды жаңағылар. Жеңдім, мен керемет әкімшіліктің керемет бір өкілімін деген сияқты. Сондықтан бұл да бір мына жалаң аяқ жалаңбас дегеннен шығады. Біздің шын ғалымдардың басшылыққа келуі аса маңызды. Біз барып кел, шауып кел, алып кел, орындаушыларды бастық қылып қойып алдық. Теориялық негізі жоқ, құндылықтар бойына қалыптаспаған, жақсы орындаушылар, тіл алғыш бала болатын еді ғой. Сондай балалар, сондай адамдардан біз бастық жасадық. А олар ештеңені ойламайды, жоғары жаққа қандай тапсырма береді, соны орындайды, шауып жүріп орындайды. Олар шауып жүріп орындағасын жақсы маман сияқты көрінеді. Ал негізінде қоғамның дұрысталуы үшін дұрыс ғалымдардың, шын ғалымдардың басшылыққа келуі бұл қоғамның дұрысталуының бірден бір себебі болады ғой деп ойлаймын. Мысалы жаңағы мемлекеттердің байуының екі ресурсы бар бәрге, адами ресурс және табиғи ресурс. Адами ресурс арқылы мысалы өздерінің бай қазір дамып отырған мемлекеттер, Жапония, Корея. Сонда біздің ғалымдарды да егер оларға көп көңіл бөліп, оларға қаржы бөлетін болса, олар да олар секілді технологияны ойлап табуы мүмкін ғой мысалы. Енді бізде идеялар жоқ деп айтуға болмайды ғой. Мысалы ғылымда мысалы көптеген идеялар бар. Оның жүзеге асырылуына мемлекет қаржы жасау керек, жағдай жасау керек ғалымдарға. Бізге мысалы гуманитария бағыттағы ғалымдар, олар көптеген идеяларды, оның идеялары, олардың ғылыми тұжырымдары оған бірнеше уақыт керек. Ол жаратылыстану бағыты емес, бірден тәжірибе жасап, бірден көрсететін. Ал гуманитарлық бағытта құндылықтар мәселесін біз адамның бойына бірден міне егіп тастап, міне құнды деп адам болды деп айта алмаймыз ғой. Ол мысалы бәленбай жыл өткеннен кейін бір жеміс беретін дүние. Сондықтан да бұл жаңағы мәселеде кішкентай ғалымдарға дұрыс көзқарастың қалыптасуы және олардың жұмыс жасауына мүмкіндіктерді жасау аса маңызды. Бізде қазір жаңағыдай орындаушылар дес бермей келе жатыр ғой. Заманауи сабақ деген қандай сабақ? Заманауи сабақ, мысалы бізде қазір сайысы болады ғой мысалы. Ашық сабақ деп жатамыз ғой. Ол менің түсінігімде ашық сабақ модадан қалды ол. Ол ашық сабақ біз кейде мен ашық сабақ деп шақырған сабақтарға барған кезде менің бір қарным ашып қалатын, оқушылар мұғалімге таң қалып қарап отырады. Бұл бұндай емес еді ғой, бүгін не болып кетті деген сияқты. Өткен жол бір бастауыштың 4-ші кластың баласы сабақ біткеннен кейін біз енді сабақ талдаймыз ба деп отырған кезде, бала жаңа оқушы сабақ біткен кезде, апай, сабақ күнде неге осылай болмайды деді. Бітті ғой, енді ол сабақ талқылаудың қажеті қанша. Біз заманауи сабақ деп отырған сіздің күнделікті шынайы сабақ. Бұл заманауи сабақ. Яғни ойлантуға, бір нәрсені жасауға, пайымдауға, тұжырым шығаруға арналған сабақ, ол тірі сабақ. Ал балаларды отырғызып қойып, оның көрермен ретінде отырғызып қойып, оған түсіндіріп беру, ол бұрынғы уақыттардың сабақтары. Бізге жаңа жиналыста айтып жатыр ғой, солай әр сабағыңызда сіз құндылыққа бағытталу керек. Әр сабағыңыз құндылыққа бағытталу керек дейді. Қалай құндылыққа бағытталу? Құндылық деген сіздің болмысыңыз, сіздің табиғатыңыз. Сіз жан дүниеңіз қалай, соны бала қабылдау керек және жақсылыққа үйрену керек. Ал біз халтур етіп тұратын болсақ, күндегі сабағымыз жай өтіп жатады да, кісі келгенде өзгеріп тұрсақ, онда құндылық жоқ. Ол бала бұрын қазіргі бала өте ақылды. Мынау халтурщик мұғалім ғой деп ол іште айтып отыр. Ол күнде бұндай емес еді ғой дегенді. Сондықтан да мына заманауи
сабақ баланы жалықтырмау, баланың алдында беделді түсірмеу деген дүние. Сіз күнде қандайсыз, кісі келгенде де сондай сабақты беруіңіз. Ал кісі келгенде басқа күні ешкім жоқта басқа берілген сабақтан абырой таппайтындығын мұғалім түсіну керек. Екінші, мұғалімге менің бір айтар ұсынысым, біз кейде сыныпта ең нашар оқитын оқушы деп біреуді ойлаймыз ғой, бір балаларды. Сол ең нашар деген оқушымыздың өзі бізге әділ баға бере алатындығын ұмытпауымыз керек. Ол бізге түк білмейтін бала сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ іштей ол көріп отыр. Біздің қандай мұғалім, жаңа кісі келгендегі біздің құбылғанымызды, күнделікті сабақта оған назар аудармайтындығымызды, барлығын ол көкірегінде сайрап тұр. Мұғалімге деген сыйластық бәрін. Иә, ол іштей сізді бағалап отыр. Біз кейде ой, ол нашар оқушы ғой, ол не біледі деген сияқты позицияда жүреміз. Ал мұғалім ешқашан ұмытпау керек. Ең нашар деген оқушының өзі мұғалімді бағалайды. Мұғалімді әділ бағалайды. Басқа жақта шетелдерде мысалы бастауыш сыныптар 1-ден 6-ға дейін екен. Сол кезде бала мектепке қызығып барады дейді. Не үшін бармаймын деп, не үшін білім алу үшін барамын демейді екен, ол қызығып барады екен өздері. Ал 7-8-9 сыныптарда оларға ғылымдардың білім түсінік беріледі дейді. Біздің бағдарламамыз сондай ауыр емес па? Біз барлық ғылымдарды береміз ғой оларға. Тереңдетіп беріп жатамыз кейде, иә? Шетелде олай емес екен. Тек қана түсінік қана беріледі дейді. Түсінік қана беру деген ол жоқ, енді біздің ерекшелігіміз, иә, біз қабылдау жағынан, иә, біздің қазақстандық балалардың шетелге барғанда өте білімді болып жататыны біздің біліміміздің жақсы беріп жатқанды деп ойлаймын. Жан-жақты, мысалы кейбір мемлекеттің адамдары бір мемлекеттің екінші бір музыкасын ажырата алмайды. Мысалы, мынау қай ел, тіпті елді танымайтын адамдар болады, иә. Мысалы, сондай қызметте жүрген адамдардың өзі басқа ұлттарды тану деңгейі өте төмен болып жатады. Ал қазақта біз кез келген музыка ойнасыншы, біз бұның ішінде мен қала ретінде мынандай дүние бар, мынандай звук шығып тұр, значит бұл бұндай ұлттікі деген сияқты біз жақсы білім беріп жатырмыз деп ойлаймын, жан-жақты. Ал бірақ біз жаңа айтқан өмірмен байланыстыруда, ойлантуға көбірек назар аударуымыз керек, өмірмен көбірек байланыстыруға. Біз бала мектеп бітіріп кеткеннен кейін өмір сүреді емес, бала мектепте өмір сүріп жатқанын түсінуіміз керек. Түсінікті, иә. Қорытынды сөзге не айтар едіңіз? Мұғалімдерге не айтасыз жалпы? Енді біраз нәрсені айттық. Енді біз бұл тұста кейбір көлеңкелік тұстарды көбірек айтып кетсек, біздің мұғалімдер түсінеді деп ойлаймын. Себебі біз екеуміз кереметтігімізден айтып отқан жоқпыз, иә. Бұл біздің өмірде болып жатқан кейбір ескеретін, тыңдап отырған жас болашақ педагогтар бағыт бағдар алатын бағытта айттық деп есептеймін. Жалпы педагог деген қауым, бұл жаңа айттық қой, адам тәрбиелеушілер, ал адам тәрбиелеуші үшін адам өзі тәрбиелі болуы керек. Танымалдар көп қазір, тәлімділер аз. Танымалдар көп, тәлімділер аз. Әрбір өсіп келе жатқан ұрпақ танымалдардан емес, тәлімділерден тәлім алса екен деп айтқым келеді. Рахмет сізге, сұхбатыңызға көп рахмет. Бұл мәселе жақсы жолда емес, мәселе ойымызды жақсы жеткізе алдық па деген мәселе ғой. Сондықтан шақырғаныңызға рахмет. Сізге де көп рахмет. Сіздің оқырмандарыңыз, тыңдармандарыңыз көп болсын. Әумин, рахмет сізге.